Сәлеметсіздер ме балалар? Қалайсыздар? Сіздермен бүгін ана тілі 1 сынып 61 сабақ. Сабақтың тақырыбы сөз және оның мағынасы. Балалар, бүгін барлық жаттығуларды орындаймыз. Сабақтың соңына дейін лайк басып, подписка кнопкасын басып қарап отырыңыздар. Мәтінді түсініп оқы. Денсаулықты сақтайық. Кез келген адам өз денсаулығын күту керек. Ол үшін денесін шынықтыру қажет. Денені шынықтыруға жаттығулар жасау, жүгіру, суда жүзу жатады. Денсаулығы жақсы адам үнемі көңілді жүреді. Ойлау қабілеті артады. Денсаулықты сақтау үшін дұрыс тамақтанған жөн. Таза ауада көп жүрген абзал. Мәтін неліктен денсаулықты сақтайық деп аталған? Дені сау болу үшін адам не істеу керек? Адам, ауа сөздерінде сұрақ қой, бұл сөздер заттың атын білдіріп тұрғанын байқа. Мәтін неліктен денсаулық сақтайық деп аталған? Яғни бізде бірінші байлық денсаулық. Балалар, біздің денсаулығымыз жоқ болса, біз ешқандай да іске, жұмысқа жарамсыз боламыз. Денені сау болу үшін адам не істеу керек? Денеміз сау болу үшін дұрыс тамақтанып, жаттығу жасап, көп ойламай, денемізді сақтап, күнделікті жақсы әдеттермен айналысу қажет. Заттың атын білдіретін сөздерге кім, кімдер, не, нелер сұрақтары қойылады. Келесі екінші жаттығу көркем жаз. Ішер кезде астымен қолды жуып жүремін. Балалар, лайк басып, подписка кнопкасын басып, мұқият қарап отырамыз сабақты. Ал балалар, келесі үшінші жаттығу. Топта жасырынған сөздерді тап. Сол сөздерді қатыстырып сөйлем құра. Шымыр, спорт, күшті, күрес. Дархан шымыр бала, спорт денсаулық кепілі, білікті емес, білімді күшті, маған күрес ұнайды. Ал балалар, лайк басып, подписка кнопкасын басып қойыңыздар. Сіздерге сабақ ұнады деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар балалар.